Жаңа жылдық шырша мерекесінде көптеген оқыс оқиғалар орын алып жатады. Мәселен, өткен жылы пиротехникалық заттардан зардап шеккен 14 адам ауруханаға жүгінген. Жарақаттың барлығы заңсыз келген тауарлардан туындаған. Сондықтан 17 желтоқсаннан бастап жедел профилактикалық іс-шаралар басталады. Тексеру барысында сертификаттан өткендігін анықтайтын құжаты жоқ тауарлар тәркіленбек. Сондай-ақ шырша мерекесі болатын 700-ден астам мекемелерге тексеру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысында үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Брифингте мұнан өзге жолдағы қауіпсіздік шаралары пысықталды. Айта кету керек, қазір республикалық маңызы бар жол бойында орналасқан ауылдарда жылыту пункттері ашылуда. Тағы бір мәселе, былтырғы жылы табиғи газдан 29 адам уланып, оның 9-ы қаза тапты. Талдау нәтижесі бойынша мұндай жағдайлар тұрмысы төмен отбасыларында көп орын алады екен. Осындай оқыс жағдайлардың алдын алу мақсатында 29 мыңға жоқ тұрмысы төмен отбасылар анықталып, олардың тұрғын үйлері мен жатақханалардағы электр құрылғылары және жылыту пештері қалыпқа келтірілуде. Біріншіден, өрт сөндіру техниканы қысқа дайындығы қазір қалпына келтірілді. Облыс әкімшілігінің қолдауымен біздің мекемеге 5 өрт сөндіру техникасы берілді.